ПЦР немесе полимераза тізбекті реакция бұл молекула-генетикалық реакция болып табылады және бұл реакцияның негізгі мақсаты қоздырғыштың геномын анықтау. Біріншіден пациенттен зерттеу материалын аламыз, ал зерттеу материалы ретінде біз пациенттен кез келген сұйықтықты аламыз. Мысалы, сілекей, қан сарысуы, көз жас, сперма, ми жұлын сұйықтығы және тағы да басқалары. Егер қоздырғыш вирус болса, яғни жасша шілік паразит болса, жасшаны ішіне кіріп зақымдайтын, онда биопсия немесе қырымды аламыз. Сонымен қатар судмедэкспертизада кетану болса, онда адамның шашын да алуға болады. Енді зерттеу материалын алған соң клеткадан геномды бөліп аламыз да ПЦР реакциясын бастаймыз. Ал ПЦР реакциясы 3 этаптан тұрады. Бірінші этабы денатурация. Бір ДНК-мыз 2 жіпшеден тұрады, ал соны 96 градуста қыздырғанда 2 жіпше бір-бірінен ажырап кетеді. Яғни олардың арасындағы бисульфиттік байланыс ажырайды. Содан бір ДНК-дан 2 ДНК пайда болады. Бірақ ол пайда болған ДНК-лар тек қана бір-бір тізбектен ғана тұрады. Екінші этап отжиг, бұл кезде пайда болған жаңағы 2 ДНК-мызға праймерлерді жалғаймыз. Осы кезде ДНК полимераза ферменті активтеніп, жаңағы қалған 2 ДНК жіпшелерімізге комплементарлы тізбек пайда болады. Осылайша бір ДНК-дан 2 ДНК пайда болады. Содан кейін автоматты түрде қайтадан қызып, жаңағы пайда болған 2 ДНК-мыз қайтадан бөлініп, денатурацияланып, праймерлер жалғанып, комплементарлы тізбектер түзіліп, 2 ДНК-дан нәтижесінде 4 ДНК түзіледі. Үшінші этап элонгация деп аталады және бұл кезде жаңағы пайда болған 4 ДНК-мызды бір-біріне қосып, 30 циклға дейін ұзартып, бір ұзын тізбекті ДНК жасаймыз. Бұлай ұзын тізбек жасауымыздың өзіндік мақсаты бар. Мысалы, науқастың гепатит Б-мен немесе сол секілді тағы да басқа аурулармен ауыратын анықтау үшін қолданылады. Бұл кезде гепатит Б-ның өзінің дайын ДНК-сы тұрады және біздің ұзын тізбекті ДНК-мыздағы учаскелермен сол гепатит Б-ның ДНК-сын салыстырып көреміз. Егер де ол сәйкес келсе, онда науқаста гепатит Б анықталады.